Қайырлы күн, бүгін сіздермен номер 501 есепті талқылайтын боламыз. Үш бұрыштың периметрі 29 см дейді. Демек біз үш бұрыш сызып алайық. Осындай. Периметрі 29 см. Яғни осы үш бұрыштың периметрі 29 см. Периметр дегеніміз не еді? Периметр дегеніміз барлық қабырғасының қосындысын айтамыз, А бұрышы А, мынау Б, мынау С. С-ға қарама-қарсы жатқан, С бұрышына қарама-қарсы жатқан, яғни С төбесіне қарама-қарсы жатқан қабырға С қабырғасы. А-ға қарама-қарсы жатқан А кіші әріппен, қабырғаны кіші әріппен, төбені үлкен әріппен белгілейміз. Б-ға қарама-қарсы жатқан қабырға кіші Б. Оның бірінші және екінші қабырғаларын қосындысы. Мына А-ны бірінші қабырға, Б-ны екінші, С-ны үшінші қабырға деп алайықшы. Бірінші және екінші қабырғаларының қосындысы 16 сантиметрге тең. Екінші және үшінші қабырға, яғни Б мен С бізде 2-3 деп тұрған. Қосындысы 20 сантиметрге тең дейді. Үшбұрыштың қабырғаларын табыңдар, үшбұрыш салыңдар дейді. Үшбұрыштың қабырғаларын табу үшін бізге периметр формуласы қажет, Так, енді бізде периметр мәні белгілі. Демек, А қосу Б қосу С тең 29-ға, өткен периметр 29 сантиметр дейді. Енді қараңыз, А мен Б-ның қосындысы мына екеуі қаншаға тең дейді? 16 сантиметрге, немесе мына екеуі 20-ға. Екеуін біреуін аламыз, мысалы А мен Б-ны алатын болса, мына екеуі бізде 16 сантиметрге тең дейді. Демек, А мен Б-ның орнына, қосындысының орнына мен 16-ны жазам. 16 қосу С, сонда 29 болады. Себебі А мен Б-ның қосындысы 16, бірінші мен екіншінің қосындысы 16 дейді. Екеуінің қосындысының орнына нәтижесін жаза салдым. Енді осы жерде С табу оңай, не істеймін? 29-дан 16-ны азайтып жіберемін. Енді, егер біз 29-дан 16-ны азайтсақ, бізде С-ның қабырғасының нәтижесі шығады. Ол бізде 13-ге тең. Демек, С бізде мынау 13 сантиметрге тең болды. Енді С-ның орнына мына жерде, енді мен А мен Б-ны жеке-жеке табуым керек, Ол үшін бірінші мына формуланы жаздық, екінші берілген, үшінші мына берілген, төртінші есептеу. Енді ол үшін үшінші жолға барамын. С-ның мәні белгілі. Мына жерден, мен мына жерден С-ның мәнін қоя отырып, бұны таба аламын, Демек, Б қосу 13 тең 20. Осы жерден Б қаншаға тең болады? Не істеймін? 20-да 13-ді азайта саламын. Б 7 сантиметрге тең. Демек, екінші қабырғасы 7 сантиметрге тең. Үшінші қайттан жоғары шығамын, екінші жолға барамын. Бұл жерде Б-ның мәні белгілі. Б-ның орнына мәнін қойып, А-ны тауып ала саламын. 16 болса, бұл жерден А қаншаға тең болады? 16-тан 7-ні азайтсам 9 сантиметрге тең. Демек, А-ның мәні 9 сантиметрге тең екен. 13-ке 7-ні қоссақ 20, 29-ді қоссақ 29 периметр шығып тұр. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.